Бұхара әмірлігі. Ол 1753 жылдан 1920 жылға дейін болды. Және Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстанның бір бөлігін басып алды. Онда әртүрлі ұлттар мен діндердің адамдары, тіпті индустар өмір сүрді. Бірақ ең бастысы өзбектер болды. Ал мемлекетті әмір басқарды. Осман империясындағы сұлтан түрі бойынша. Кім әмірдің әйелі болды? Әмірдің қолында үлкен билік болды. Оның көптеген әйелдері мен күндері болды. Әмірдің әйелдері мұсылман болды. Және ислам бойынша төртеуден артық болмады. Ал канизактар әйелдер деп аталады. Басқа діндердің әйелдері болды. Негізінен Бұхара әмірлігінің аумағында тұратын қарапайым еркін әйелдер болды. Қыздарды гаремге 13 жастан бастап алуға болады. Оған жету үлкен құрмет болды. Әмір үшін ең әдемі қыздарды оның үлкен уәзірі және басқа да жақын серіктестері іздеді. Олар қыздардың ата-аналары мен оларды гаремге беру туралы келіссөздер жүргізді. Әрине, олар келісті. Олар әрдайым қуанбаса да, әмірге қарсы шыға алмады. Гаремде әмірге нағыз тұтқындар болды. Жаулап алынған аумақтардан әскери жорықтар кезінде туыстарынан күштеп алынған құл қыздар. Олар сондай-ақ инаверлер болды. Бірақ әмірліктің еркін тұрғындарынан айырмашылығы, олар бостандыққа ие болмады. Олар құл базарында және қоғамдық мақсаттағы керуен сарайларда сатылды. Дәл сол жерден ең әдемі құлдарды сатып алатын болған. Бай адамдар құлдарды өздері сатып алумен сирек айналысты. Әдетте олар өздерінің жақындары мен емшілерін жіберді. Олар жұқпалы және созылмалы ауруларды болдырмау үшін қыздарды мұқият тексеруден өткізген. Жас қыздар тұрмысқа шыққандарға қарағанда әлдеқайда қымбат болды. Алайда сарайдағы құлдар әдетте ешқандай күшке ие болмады. Көбінесе олар әмірдің әйелдеріне қызмет етті. Құлдық 19 ғасырдың екінші жартысына дейін әмірлікте ұзақ уақыт өмір сүрді. Әмір кез келген әйелінен ажырасып кетуі мүмкін, егер олар оған жақсы қарамаса. Канизакпен қоштасуы мүмкін. Олардың күң деп есептеген әйелдері де бар. Содан кейін әйелдерді әмір өзінің жақын адамдарына үйлендірді. Әдетте осындай сыйлықтан кейін ер адам лауазымға жоғарылатуды күтті. Күндер мен әмірдің әйелдері қалай өмір сүрді? Екеуі де бір сарайда тұрды. Бірінші қабатта тек әйелдер, ал екінші қабатта күндер болды. Олардың барлығының өз қызметшілері болды. Олар өздері үшін жақсы өмір сүрді, тек бостандықта шектеулі болды. Гаремдегі басты әйел әмірдің анасы болды. Ол негізінен ұлының барлық әйелдерін қадағалады. Рұқсатсыз сарайдан шығу мүмкін емес болатын. Тіпті бақшаның ішіне де арнайы рұқсат болатын. Бірақ сонымен бірге олар хиджаб, кең шапан киіп, бетін жылқы шашынан жасалған арнайы тормен жабуы керек еді. Егер олар рұқсат алса, басқа адамдардың да әйелдері гаремге кіруге құқылы болды. Әдетте бұл зергерлік бұйымдар мен маталардың сатушылары болды. Көбінесе еврейлер. Олар әмірліктегі ең қызу саудагерлер болды. Кейде әйелдер ер адамдармен кездесті. Гаремге музыканттар, әншілер мен оқытушылар келді. Бірақ оларды таңдағанда соқырларға арнап артықшылықтарын ескерді. Бірде-бір бейтаныс адам әмірдің әйелдерін көрмеу керек еді. Бірақ Бұқара әйелі үшін ең жаман нәрсе басқа діндар адаммен кездесу болды. Содан кейін олар одан қашып басын жақын маңдағы кез келген ойыққа тығылды. Бірақ мұндай қатал өмір салтына қарамастан, әйелдер өздеріне мұқият қарады. Әрине, бірінші кезекте әмірдің сүйіспеншілігін жоғалтпау үшін. Иә, және өзі үшін. Өзіне күтініп қарау үшін. Бұхарада көптеген басқа Азия мемлекеттеріндегідей әйелдер көздерін, қастарын және кірпіктерін сурьмамен бояйды. Бұл жағдайда қастар бір-біріне біріктіріліп, монобров деп аталды.
Бұл әсіресе әдемі және тартымды болып саналады. Сондай-ақ, әйелдер денелеріне мұқият қарады. Олар барлық қосымша шаштарды алып тастады. Ақ түсті, тырнақтарына күтім жасау үшін тістерін үнемі тазалап отырды. Әмірге арналған әйел. Бұхара әмірлігінде құлдықтың жойылуы Әмір Музафар кезінде болды. Бірақ ол тек осы шешіммен ғана емес, сонымен қатар кейбір әрекеттер мен тілектермен де есте қалды. Мысалы, оның арманы ешқашан жанжал шығармайтын, сыйлықтар талап етпейтін және қартаймайтын әйел болатын. Мұндай бар екенін Әмір өзінің жақындарының өсек аяңынан білді. Бұл туралы зындандағы кейбір тұтқындарға хабарлады. Олар мұндай жоғары технологиялық даму батыста, оның ішінде орыстарда бар деп айтты. Әмір өзінің жақын адамдарына олар үшін орыстардан біреуін сұрауын өтінді. Бірақ әрине мұндай әйелдің болуы әзіл болды. Әзілкештер таратқан қауесет итальяндықтар. Соңғы әмірдің қайғылы тағдыры. Соңғы Әмір Музафардың немересі Саид Әлімхан болды. Ресейде төңкеріс болғаннан кейін ол Ауғанстанға қашып кетті. Ол кезде Бұхара әмірі Ресей империясының вассалды мемлекеті болған. Ал 1920 жылы жұмысшы шаруа Қызыл армиясы Бұхараны басып алып, Бұхара халықтық кеңес республикасын жариялады. 4 жылдан кейін өзбек, тәжік және түркмен болып бөлінді. Саид Әлімхан жолда бір жерде жасырынған үлкен қазынамен қашып кетті дейді. Кейбір қазына іздеушілер оларды әлі де іздейді. Әмір Ауғанстанға гаремінің азғана бөлігімен және кішкентай балалармен келді. Ол 24 жыл кедейшілікте шетелде өмір сүрді. Өмірінің соңына дейін соқыр болды. Әмір үшін үлкен соққы оның ұлдарының бірі Шахмурат. Одан бас тартып, орыс фамилиясын алып, Қызыл армияға қызмет етуге кетті. Әмірдің көптеген ұрпақтары қазір әртүрлі елдерде және әртүрлі континенттерде тұрады.